Assalamualaikum. Otağasın biymen qarşıladın oğazın mı? Vay, assalamualaikum dadasi. Qalay hammasi yaxshimi? Ey, Қазақша söyle, Қазақша. Қазақстанда жүрсің ба, Қазақша söyle. Қазақша söylеп жүрмін ғой мен. Қалай сапарың сәтті болды ма? О, сапар тамаша. Ана қыдырата да мен сияқты қыдырамаған шығар. Yaxşı. Жақсы. Ей, қанша рет айтам, Қазақша деп. Қазақша ю? Конечно, Қазақша сөйлеп жүрсің. Байың қазақ болған соң. Мені мынау саған Франциядан арнайы сыйлық, Живанши деген, женский. Анау аллигатор деген досым беріп жіберді саған арнайы. Vay dadasi, rahmat. Rahmat. Енді осы адамгершілікке жата ма? Dadasining қазақшасы жоқ о? Тап! Рахмет әкесі. Жаңа звондағандардың бәрін дайындадың ба? Иә, баняны ыстық қып жағып қойдым. Пар деген қайнап тұр. Өзіңіз кірсеңіз болды, кіріңіз езіле береді. Палауың дайын ба? Палау дайын. Өзіңіз жақсы көретін ұқсап, мәйіз қосып іштедік. Айталаш? Мәйіз. Ей, мәйіз емес, мейіз деп айт, қазақшылап. Мейіз. Қазір анау мүйізін сындырам. Ей, мүйіз деп жөндеп айтсай қазақшылап. Мүйіз. Менің өзімде деп көттім саған. Жарайды, сондай қосып істедім палауды. Қостың. Көк чай бәрі дайын. Көк чай дайын. Содан кейін сөйлесеміз, жақсы ма? Иә, жақсылап парғатысы бар. Ай, красавчики. Kim o? Eskisinde asla kare kelleğine kuanına kire. Osman! Осы ғой. Assalamualaikum. Алейкум ассалам. Sizler kimsizler? Kimsin дейді? Маған kimsin дейді? Кімбіз біз? Bilmem. Қазір аспаңыз, таныстырамыз өзімізді. Оста! Сөз бергендеріңізге рахмет, құрметті ханымдар. Ал енді мына мен бастайтын болсам, сонау 1900 деп тұратын жағдай жоқ айналайын. Нақты айт кім екеніңді. Сонау 1900 Вообще сөйлемей қойшы. Вообще сөйлемей қойшы. Қарлығаш Ахметова, мұғалім. Ал мен. Полиция қызметкері, аға лейтенант Жайна Қайнарқызы. Ал сіз кім боласыз? Мен? Партниха? Зухра ханым, Сатыбалдының әйелімін. Мене мәселе қайда жатыр. Сатыбалдының әйелі. Иә. Сіз біз тыңдаңыз. Құрметті кім еді жаңа мынаның аты? Фатима Зухра ма еді, кім еді атың ені? Фатима Зухра демеңіз. Мен сізді Жайна Сайна деп тұрған жоқпын ғой. Зухра ханым. Жап аузыңда. Жапқанда өзің сұрақ қойып жүрсің, мен аузым жауап қалай жауап? Жыбырлатпа аузыңда. Жыбырламағанда жауап беруім керек шығар, мен аузым жауап қалай жауап? Жыбырлатпа деймін аузыңда. Жыбырлағанда қызық па деймін, мен қалай аузым жыбырламайды жауап береді ме сізге? Жыбырлатпа аузыңды деймін. Ой, пұрмай, Өзбегі. Өліп бара жатсаң да аузыңды жыбырлатып өледі. Сіздер жайша жүрсіздер ма? Сіз біз тыңдаңыз. Одан кейін жыбырлауға шаман келмей қалады сенің. Мына жерде, мына сізде, мына менде, мына Қарлығаш та сол Сатыбалдының әйелдеріміз. Ал, жыбырлай бер енді. Ойбай, заман айттыңыз ғой. Мен құсап қалып қалса қайтесің? Өлмейді. Әкесін өлдіргенді де естіртеді дейді. Тем более, басқа Өзбек өлмейді айналай. Қалай? Басың дың ете қалды ма? Мен күді сөйткен. Бәрімізді бір тыңылдап ағамыз айналай. Қалай болды? Жыбырламаймыз ба? Енді түсінікті болды қандай әйелдер екен. Ұялмайсыз? Ұялып тұрмыз. Біреудің айрандай үйіп отырған семьясын бұзуға қалай ғана дәттер бар сендердің? Сіз әлі айранды үйіп отырсыз ба? Иә. Айналайын ау, біз уже қымыздай ашып бір ішіп жатырмыз. Мына уже құрттап қатып қалды қараңғы ағырым. Сен қай бетіңмен айранды үйіп отырсың, Сіз қымыз тұтап ашисыз ба? Құрттап қатасымен менің шаруам жоқ. Өзіңіз болса заң қызметкерсіз. Енді келіп алып біреудің күйеуін тартып алып қалай ғана бәріңіз барды? Ол өзімнің байым.
Oңша болмаған ұятсыздар. Не саған? Siz meni urdunuz ғой, ya? Tebermeli mi sizde? Men sizden korkak dep turgan Korkasız. шығарсыз. Oğlum bana kol götürdün bu ya. Kayda. Не қайда? Narkotik kayda. Sandıkta. Қандай наркотик? Ay sorlu. Adet bak kaptı karanga. Sayayt. Smirna. Karagiyi satıp al densi. Hey ne degen namussuzsыңдар ha? Bu жерде үшеуміздің де ұрысып тұратын жағдайымыз жоқ. Одан да істі бастан қарауымыз керек. Қарлығаш, баста. Сөз бергендеріңізге рахмет, құрметті ханымдар. Ал енді мына мен бастайтын болсам, архивті ашып қарайтын болсам, Сатыбалды мырза сонау 1991 жылы мына Мілітті ханымға үйленіп, ел ордасы Астана қаласында тұрған. Одан кейін 1995 жылы мына Зухра ханымға үйленіп, Шымкент облысы Сайрам ауданында тұрған. Одан кейін 2002 жылы маған үйленіп, бағызанып Қызылорда облысы Әйтеке би ауданында тұрған. Ал енді балалар, мен ойнаймын, бұл кісі мені жақсы көреді деп. Өтірік! Ол мені жақсы көреді. Мүмкін мені жақсы көреді, шығара. Міне. Сенбесеңдер, мені жақсы көрмесе осылай алып келер ме еді, әлдиғатты ме еді, қандай тұқи? Сорлы сатып алды. Ай, мына менің үйімдегі дұқи ғой, құдай-ау. Менің дұқиымды алып бере сапты. Vay, içi de yok o. Оның ішіндегін давно сеп тастағанбыз. Ол бәрібір мені жақсы көреді. Сені мына түріңді жақсы көреді. Мына албастай түріңді жақсы көреді ме сенің? Не мына, рең бе, не мына түрің? Мен де анамнан дәл есі туылмаған шығар. Мен де жас болдым. Қазірде құдайға шүкір бір әйелге тән сұлулық менде де жетеді. Қиылған қасым бар. Оймақтай ғана аузым бар. Қыр мұрным бар. Бетім. Бетімде бар. Сол оймақтай аузы мұрның бар қоя, өз орнына тұрмайған бар қоя. Нерім шығады сен түріңе қараса? Мынаны қалай жақсы көрген дейсің? Не мына түрі, не мына жақсы көреді тұрма? Не мына әреңі? Сталиннің секретаршасы ұстаған албасты. Не мына түрің сенің? Сіз өзіңізге қарабаңыз. Не бапты? Не фигураңыз жоқ, не мойныңыз жоқ. Иығыңызға басыңыз кигізіп қоя салған сияқты. Башайт! Зато мен сатып алдым, басын шыр көбелек айналдырып алатын керемет құдай берген өнерім бар. Ән айтам. Әлді бәріміз айтамыз. Мәна машыр айтама. Alma dermezsen yel Alma bersem yermezsen yel Alma bergen kollarından Aynen aydirmezsen Ustadım menin, ustadım Özümden ötken kaçsadın Ağzın çapşa Adasıp etken eşki kusamay Marşayt! Sayayt satıp al densi. Ay ne degen namussuzsыңдар ha? Ayel degen namuslarga kir keltirip жүрсүңдер. Satıp aldı degen оңбаған, ол біздің ayeldik namusымызды жерге таптап, көзімізге шөп сап жүрген жүргіш, донжуан, бабілік. Сондықтан соны ayelдер сотына салып жазалап, айызымызды қандыртып соттауымыз керек. Кімді? Satıp aldı мырзаны. Ayelдер сотына салып соттаймыз. Онда үш рет соттайық. Соттайық. Шөбімізде кегіміз қайтсын. Банияң кереметін ай. Ана жақта бір ешкілерің босам кеткен ау. Көзі маңырап ат. Қалауың дайын ба? Қалауың қайта. Қалауың қайта. Қалауың білмейм. Ол менің үйім емес. Дәдәсі, абысылар кеп қалды өйге. Аяқ қолын байлаңдар. Bir жеріне ұртып қоясың. Оңбаған. Еркек тұруға болмайды, қолын
Онда тебейік, аяғымыз қалтырасын. Оңбаған, ұсталған жерің осы болды ғой, мен сенің бала шағамның әкесі деп, барым мен жанымды беріп жүріп, сенің істеп жүргенің мынау екен ғой. Ойбай, мен тәліне бойшықпын, обыш тасайым дегенде тапқан обыштарың мынау ма? Мынау ма тапқан обышың? Не мынау, не обыш па? Не мынау? Не қауын емес, не қарбыз емес, қараңғар, не мынау? Обыш па? Не мынау, обыш па? Не мынау? Солып қойған сәбіз сияқты албасты. Не мынау? Сіз өзіңізге қарап алыңыз. Не бапты маған? Шіріп кеткен помидор ұқсамай. Адам құқығын аяққа тап. Сөйлеме дедім ғой мен саған. Бұл жерде үшеуміздің дұрыс тұратын жағдайымыз жоқ. Одан да мына сатып алдым мырзаны жазалауымыз керек. Қалай жазаламыз? Қандай идеяларың бар? Мен айтайын. Айтыңыз. Бұл кісіні қинап тұрып өзбекше сөйлетіп қояйық. Мына өзбекті қара. Өз тілін пиғат етіп отқанын қара. Жоқ, пиғат сақып жатқан жоқ. Өзбекше сөйлесе қиналады. Болмайды, өтпейді. Болмайды. Әші-біш. Сенде не бар? Ал енді мына Зазаның ауыры мына менде болып тұр. Бұл баланы бар ғой, бірден бастап 10-ға дейінгі көбейту таблицасын тұрау керек. Сонда қайнанады ғой, Болмайды. Сен вообще сөйлемеш бар ғой, нерім шығады сен сөйлесең уже. Түреңе болайын, зубочисткақ соған албастан. Оны мен айтам. Бұны ұстап алу керек та. Кроватқа жатқызып, екі қолмен екі аяғын екі жаққа керіп, жіппен байлап, үстіне мініп, қамшымен сабау керек. Милиция. Соны қинамай-ақ қояқшы. Керек болмаса маған ақ бере саңдаршы. Болмайды. Қинаймыз. Оны ұстап алу керек та. Бар күшпен мойнын қалқындырып, өтпей қалған лезвамен шашын қырып, ишақтың басын зеленгі шағып, уксус сеуіп, Петрушка қосайық. Дұрыс, петрушка қосайық. Петрушка қосу керек та, мынандай қып үстіне миот жағып, аралардың ұясына барып қоп қою керек. Жаным келеді. Балаларға қатыгездікті үйретіп, Сөйлемедім ғой саған. Қыздар, үйтіп күнәға батып қайтеміз. Еркекті жазалап, еркекті қорлау деген бұл күнә, үлкен күнә. Оны қайтеміз. Қазір Құдайға шүкір, заң бар ғой. Заң бар, Құдайға шүкір, бір еркекке 3 әйелден келе береді. Алтын басты әйелден бақа басты еркек артық деген. Онанда бәріміз бірге тұра берейік. Мен үлкендерің бола салам, ничего страшно. Мүмкін мен үлкені болады, шығар мына. Бойға қарайықта. Кімнің бойы ұзын, сол үлкені болсын. Мүмкін күшке қарармыз, Біліммен күште тұрған ештеңе жоқ. Мына қазақта айтады, білікті бірді зығады, білімді аузың жапша. Білім дейді ғой, адам байға таласып өліп атса. Малшайт! Сабыр қыздар. Сабыр түбі сары алтын. Бұл жерде үшеуміздің де кінәміз жоқ. Бар кінә мына сатып алды да болып тұр. Сондықтан маған бір идея келіп жатыр. Бұл жерде үшеуміз қаласа бергеннен көрі мына сатып алды мырзаның өзіне сұрайық. Қайсымыз жақсы көреді? Мынаны жақсы көрем дейді, сол қалады, қалған екеу кете береді. Мен қалам, екеуін кете бересіңдер. Алдымен сұрайық. Тұрған жеріңе мұрныңа қолын тығып алайын ба? Сұрасаңызшы. Мен топский вариант жасай бермей. Оңбаған. Шыныңды айт, қайсымыз жақсы көресің, Қайсымыз жақсы көресің? Мынаны жақсы көресің ба? Жоқ әлде мынаны жақсы көресің ба? Жоқ әлде мені жақсы көресің ба? Кім жақсы көресің? Кім жақсы көресің ба? Кім жақсы көресің? Сіз неге өйтесіз? Әрине сіз айтады. Алдында Кинг-Конг ұқсап тұрмағансыз. Жай сұраңыз. Болмайды бұл. Бұл бәрібір айтпайды мынаны жақсы көрем деп. Одан да бұны сынайық. Қалай? Сынайық. Қалай? Мысалы дейік. Мысалы не дейді өзбекше? Мәселенки. Каспий теңізі. Каспий теңіздің қақ ортасында біз кемемен кетіп бара жатырмыз. Төртеуміз ба? Төртеуміз кетіп бара жатырмыз енді. Ай, рахат не? Кемемен кетіп бара жатырмыз. Айдала, күн ыстық, жердің арғы бетімен бері кетіп көрінбейді. Мен бара алмаймын. Менің ертеңгі советтен бар қайдың директорды бермейді. Өздеріңіз бара беріңіздер. Мен барамаймын.
Мен сен директорыңнан сұрап алғам, жүре берші. Кемемен кетіп бара жатырмыз. Күн ыстық, айдала. Кеменің ішінде өзбек пол жуып жүр. Мынау, сен кітап оқи сал, қолынан басқа дым келмейді. Мына кітап оқып отыр. Ал мен кеменің үстінде күнге қыздырынып, басыма мынандай шляпа киіп, Рафаэлло жеп жатырмын. Біреуің кітап оқисыңдар, біреуің Рафаэлло жейсіңдер. Мен пол жуып жүреді екенмін да. Рафаэлло жейтін болсақ, бізде де тіс бар, Құдайға шүкір. Осы өзбек көремайт бар ғой, жарайды. Кітабыңды оқпағының ертелі қатсаяқ жүрсен. Ал мен жатырмын. Рахаттанып күнге қыздырынып жатырмын. Кенет күннің бетін бұлт торып, дауыл жел тұрып, толқын келіп, кеме аударылып кетті. Кеме аударылып кетті. Мен біттім. Үшеумізде суға былш құлап жатырмыз. Мына өзбек батып кетті сразу. Нинге ме? Мына батып кетті. Мынадан құтылайық ертерек, опасный конкуренция мына. Өзбек батып кетті. Мен жүзіп кетіп баратырмын. Жүзіп баратырмын. Мына шыбышта менімен қалыспай жүзіп келе жатыр. Бұл менімен қалыспай жүзген сайын мен нервім ойнап, одан бетер жүзіп баратырмын. Жүзіп баратырмын. Екеуің жүзіп жүресіңдер. Мен деп судың астына жатады екен да. Мана мезама. Мен мондақ жүзалама. Мына өзбек да, жарайды, үшеумізді жүзе берекші. Кайыптың бәрін бұздың. Жүзіп келе жатырмыз. Мен алдында кетіп баратырмын, ұшып баратырмын. Акула еп қойса яқшы болар еді. Жағаласпа дедім ғой мен саған. Үшеуміз бірге кетіп баратырмыз. Жүзіп баратырмыз. Артыңызға қарап жүріңіз, мен нормально жүзіп келатырмын ба? Нормально жүзіп келатсың сен, Арман. Кеме аударылған жақта кетіп баратсың сен бар ғой. Шымын құсап кетіп баратсың бетін. Өліп қаласың ау, сен батып кетесің ау. Жаман келатсың деп, түрі жаман. Мен кетіп баратырмын. Жүзіп баратырмын. Біз не ап жүзіп баратырмыз? Білмеймін о? Жүздеген соң жан таласып жүзіп атырық қой. Жарайды, жүзе берейік. Судың ортасына келгенде күшіміз талып, шөмізді суға батып баратырмыз. Екеуің батып кеттіңдер, мен қалып қалдым. Жаным қиналып баратса да, арасында сонда да бит жүзіп қоям мен. Бит жүзіп қоям, жаным қиналып келатыр. Сол кезде қайсымызды бірінші құтқарасың? Мына шыбышты ма, өзбекті ма? Жоқ әлде мені құтқарасың ба? Кімді бірінші құтқарасың? Сіз нормально жүзіп келсіз ғой, жүзіп кете берсеңіз. Дұрыс айтады, өте дұрыс. Шаршасаңыз мұндақ шалқайып жүзіп. Болмайды. Неге болмайды? Болады ғой, нормально кеп тұр ғой. Болмайды. Мен қатты жүзіп кеттім қараңға. Басқасы. Вертолетпен ұшып кетіп бара жатырмыз. Тағы бір жаққа барамыз ба? Барамыз да, жүре берсін демей. Вертолетпен ұшып кетіп бара жатырмыз. Биіктіктің ең төбесінде кетіп бара жатырмыз. Жер көрінбейді. Күнге жақындап қалғанбыз. Мен қайта барамайын. Бастығым ұрсады, өздеріңіз бара беріңіз. Жібермейді мені. Соны тастап кете салайыншы, екеуміз ақша берейікші. Сені бастығынан бір айға сұрап алғам. Жүре берші. Байын адал алсын. Вертолетпен кетіп бара жатырмыз. Екеуің артында өтсіңдер, мен алдында отырмын. Ұшып баратырмыз. Кенет күннің бетін бұлт торып, жел тұрып, біздің вертолетті шайқап, вертолетіміз аударылып кетті. Сіздікі бәрі аударыла береді екен. Ұшқан соң нормально ұшпаймыз ба енді? Вертолет аударылып кетті. Мен не істедім? Сен вертолеттен құлап баратында жерге пычық деп жабысып қалдың бар ғой. Пычық ата қалдың сен бар ғой. Өлтіре салайықшы осындай. Өлсін. Сен өліп қалдың сразу. Ондай болғанда сұранбайтын мен бекер өлдім де қалдым. Ауа жоқ екен маған. Мына өліп қалды. Ал мен жарға келіп жабысып қалдым. Менше. Сен мен носкиімне сай сал. Носкиің шесінде өлеміз ғой, нормально жерде ұстайық та. Жарайды, юбкамнан сай сал. Носкиіңе мен ақтай салайын. Сен өліп қалғансың ғой. Өлген адам сөйлемейді, тыныш тұр. Жанымыз қиналып келатыр. Қолым биік кетіп бара жатыр. Сол кезде шыныңды айт. Қайсымызды бірінші құтқарасың, мынаны ма? Жоқ өзбекті ма, жоқ мені ма? Кімді бірінші құтқарасың? Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ деген. Мен Зухраны таңдадым.
Зухра, мен сені құтқарамын. Ey, ben... Ayvan. Ne beni? Ne beni? Ne beni? Mınav? Zuhra'nı kutkaram deyip durma sonunda mınav? Evet, o ne pirinci bu? Sertse balıydı. Mınav Zuhra'nı kutkaram deyip durma sonunda mınav? Normallığı tercihsiz ben aytsanız, bekerge özünde kaldım. Bala sağından obal olsun. Sen başta söyleme. Mınav, ben bunu bala şakamdın akesi deyip жүрсем бұл. Siz жаңа айтқан болатынсыз. Zuhra'nı kutkaram deyip durma ya. Siz жаңа айтқан болатынсыз. Кімді таңдайды сол қалады, қалған екеуі кетеді деп. Есік ана жақта. Жоқ, мен оңайлықпен кете қоймаймын. Мен бүйтіп кетпеймін. Siz жаңа сөзіңізде тұрыңыз. Тұрмаймын. Рас уәдеңізде. Тұрмаймын. Рас сөзіңізде. Тұрмаймын. Иришаның бәрі осы сөзінде тұрмайды. Мен мұны байым деп құрметтеп жүрсем бұл. Какойда мынаны таңдадың деп тұрма? Несі бар екен? Ақыр сондай болды ғой, сатқындыққа сатқындық. Ақыр мені сатты ғой, мен де байым сатам. Не сатасыз, қаншадан? Байым сатам. Аукцион жүргіземіз. Алатындарың болса алғап қаңдар. Сіз әзілдеп тұрсыз ба? Әзілдейтін уақыт жоқ. Алғашқы бағасы 100 000. Мұғалімдерде ондай ақса жоқта ғой. Барма жоқ ол өз проблемаң. Алатындарың алып қаңдар. 100 000 1, 100 000 2, 100 000 1 000. Бар береке. Шыбыш. 101 000 деп тұрына өзбек. Хотя бы 500 теңге қош, өзбек кеткенше қазаққа кетсін, өзің алып қал, Первоначальный взнос беріп кредитке алуға болмайды ма? Ада болмады. Болмады кредитке. 101 000 1, 101 000 2, 101 000 3 satıldı. Адам баласын сату өте үлкен қылмыс. Мына қазіргі заманда өзбегімізді, өзбекке сатсақ отағасымызды, бесіктегі баланы шетелге сатсақ Қазақстанның болашағын ойлау. Ананы сатсақ дей бермеш айналайын. Сен Қазақстанның болашағын емес, өзіңнің әулетіңді түгірілабаш айналайын. Өз семеңе қарабаш. Біредің бала Милиция ханым. миды қағып алды. Бақ әке. Міне, тура мына жерде 101 000. Салап алыңыз. Сіз маған бір көргеннен аладыңыз. Көзіңізден бір мейірім төгіліп тұрған. Болды, бұлдай берме. Бай бері оңай емес, өзімде толғып тұрмын. Шынама. Душа болит. Сначала болит, потом перестанет. Давай. Байыңмен тәбірекелеймін. Рахмат Бибихан. Айналайын, көп яша. Ең яша. Сатып алды. Мына өзбек менен сені сатып алды. Әйелің құтты болсын. Игілігіңе мін. Жүре, салды ма? Ой, біреуің ақша аласыңдар, біреуің байымды аласыңдар. Сонда мені, летимін бәне. Сен Котовскийсің. Айлың қанша? 7,5 мың. 20 000 теңге берсем жете ма? Айлығымды уақытылы беріп тұрыңыз. Езуің жүріп кетпесін, бір-ақ рет берем. Салды ма? Жүр. Зухра ханым, заманды дақтыла аралатып қалдық қой. Хабарласып, зван дәптерін. Жаңа мен сені ойбай Зухраны таңдадым. Зухраны сүйем деп тұрсам, сенің айтып тұрғаның не жаңа? Басында Петрушка қосам дедің бе? Көзіңіз о? Мен не істедім? Көзіме томартықтыңыз о? Зато мен сені жақсы көрем дедің. Зато 100 000 кетіп қалды ғой. Солда проблемам, мен саған как раз жұмыстан 100 000 айлық алып дедім.
неменеге жылайсың? 200 мың болады деді ғой.